Ассалаумағалейкум достар, сендерге бүгін ютуберский значокты қалай қою керектігін үйрететін болам. Так, лоббида біздің мына жерде ручканың суреті тұрады, соны басамыз. Сол жерде астында подпись деген мәзірді бассақ, мынадай жер болады. Осы жерге мен дайындап қойғам алдын ала вставить деп. Короче, жақшаның ішінде Б, жақшаның ішінде С, жақшаның ішінде FF D319, ютуберский значок В, S0, 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 сосын өзіміздің атымызды жазып қоямыз. Мен мысалы атқыш бек деп жазам. Ой, қате кетіпті. Атқыш бек. Короче, окей деп басқан кезде қараңдар. Мынадай значок, бұл ютуберский значок, достар. Так, бұл әлі ештеңе. Бұл кәдімгі ютуберский значокты сары түсі болса, мен сендерге қазір розовый түске енгізетін болам. Ол үшін, достар, короче, В дейтін знактың алдына жақша саламыз. Оның ішіне так, FF, потом 00 и потом BB. Сосын жақшаны жабамыз. Сол кезде окей деп басқан кезде розовый түске енетін бар, достар. Көрдіңдер ғой. Так, бұл әлі ештеңе. Бұның түсін тағы да біз жасыл түске енгізетін боламыз. Ол үшін, достар, алдыңғы қалпына келтіріп қояйық. Бірінші әуелі сары түске. Короче, BB 00-ді өшіреміз да, орнына ауыстырамыз BB, сосын барып 00-ді саламыз. Сосын жақшаны жаққанда, так, баяғы ютуберский значок сары түске енеді, ал одан кейін бағанағыдай уәде етілгендей жасыл түске енгізетін боламыз. Ол үшін тек қана жақша ішіндегі BB, сосын FF-дің орнын ауыстырсақ жеткілікті, достар. Так, мінекей, достар, жасыл түске де енді. Осылай жасап, өздерінің достарыңды таң қалдырсаңдар болады, достар. Осы үшін аямай лайктарыңызды басып кетейік.